Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз менің ең жақын досым. Мұғалім Мұхамадиева Меруерт Багдәулетовна. Бүгінгі сабақтың мақсатымен таныс болайық. Жаңа сөздерге кезек береміз. Ең жақын, самый близкий. Күшік. Посмотрите на картинку. Балалар, суретке қараймыз. Мынау күшік. Мысық. Мынау мысық. Сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Произнеси правильно. Ең жақын. Ұнайды. Күшігім. Күшігім. Мысығым. Менің күшігім. Менің мысығым. Жақсы балалар. Тыңда, қайтала, оқы. Слушай, повтори, прочитай. Әлібек менің ең жақын досым. Әлібек мой самый близкий друг. Анна менің ең жақын досым. Анна моя самая близкая подруга. Қайталаймыз, оқимыз. Повторяем, прочитаем. 68-ші бет. Тыңда, қайтала, оқы. Менің күшігім бар. Мынау күшік. Ол ақылды, умный. Менің мысығым бар. Мынау мысық. Оның аты Марғау. Менің күшігім. Менің күшігім қандай? Ақылды күшік. Ақ күшік. Әдемі күшік. Менің мысығым Марғау. Менің мысығым ақылды. Жақсы балалар. Енді бірінші тапсырма. Оқылым тапсырмасы. Задание по чтению. Мәтінді оқы. Саша, Әнел, Анна, Қанат менің достарым. Саша, Әнел, Анна, Қанат мои друзья. Қанат менің ең жақын досым. Қанат мой самый близкий друг. Ол мейірімді. Қанат мейірімді. Он добрый. Мынау Қанат. Қанат қандай балалар? Какой мальчик? Мейірімді бала. Ақылды бала. Оның достары көп. Жарайсыңдар, оқушылар. Келесі тапсырмаға кезек береміз. Жазылым тапсырмасы үлгі бойынша диалог құрыңдар. Составьте диалог по образцу. Үлгі, образец. Сенің досың бар ма? Я, менің досым бар. Оның аты кім? Оның аты Қанат, Әлібек, Анна, Әнел. Өзіміздің достарымызды жазамыз, балалар. Сенің кішкентай досың бар ма? Я, менің күшігім бар. Я, менің мысығым бар. Ол қандай күшік? Ол қандай мысық? Ол менің күшігім ақылды. Менің мысығым ақылды. Осы тәртіппен, балалар, суретті қолдана отырып, диалог жазамыз. Мынау достарым. Достарым өте ақылды. Ең жақын достарым. Ең жақын как переводится? Самый близкий. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Оқылым, өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңді оқимыз. Күшігім. Мынау күшік. Күшігім бар. Күшігім. Кереметтей сақ құлақ. Күзетіп үй есігін. Көңілді жүр шапқылап. Қадыр Мырзалы. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.